Мария, жаным, бүгін мен Жас Түркістан газетіне барып, мақала жазуым керек. Көрсетсеңші. Менің жұмыстарым бар. Тың деректер келіп түсті. Қалың елім қазағымды зобаланың 1931-33 жылдардағы аштықтан 6 миллион қазақты қырғынға ұшыратты. Түсінесің бе? Я өте өкінішті. Білем, саған өте ауыр. Елім, жерім деп соққан жүрегіңе бір демалыс беріп, менің сыйлығымды көріп. Сағынышың тарқайма дегенім ғой, Мұстафа. Көрсетсеңші. Мария, жаным. Менің мына өмірдегі тірегім де сенсің, серігім де сенсің. Менің жұбанышым да сен, қуанышым да сен. Алланың берген ең үлкен сыйлығы ол сенсің. Сенен өзге маған сыйлықтың қажеті жоқ. Жарайды, көрсетші қане сыйлығын. Қазір, Мұстафа. Bonjour, Mr. Mustafa. I administrator Lucia. Can I help you? Это из Донгора, Казахстан. You Kazakh? Bonjour, Mr. Mustafa Chapay. Вы устроите слово научил? I'm a Mr. Madam. Pardon, Mr. Mustafa. Mr. Mustafa Madbouk Saratki. Mais ma reine est venue se séparer devant toi. Ey Mustafa balam, kela qo'y dasturxonga, qimizdan dam tat. О, Мұстафа, Ауыт. мына домбыраға қарашы. Қарасаң не көзі жоқ, не құлағы жоқ. Бірақ мына домбыраның даусы күмбірлегенде адамның 62 тамырына тарап рухын көтереді. Атам қазақ бекер айтпаған ау. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ. Мұстафа балам, сенің де жасың бүгін 13-ке келіп қалды. Мен саған осы домбыраны сыйға тартсам деймін. О, рахмет әкешім. Акетай, мен сіз қалай өмірсіреп? Акетім, Акетай, кетпеші. Акешім. Кетпеші, Акетай. Сенсіз күнім не болмақ, Акетай.
домбырамай сағындым туған жерді, кіндік кескен бесікті өскен елді, қуат берген қасиетті топырағыңнан кемелденіп балалық шақ өткен жерді. жылы Берлинде белгісіз себептермен 25 желтоқсанда Мұстафа Шоқай қаза табады. Қазақ елінің жалғыз эмигранты болып табылады. Мұстафа Шоқай Алаш қозғалысының перзенті, Алаш идеяларымен қанағаттанып, қазақ, өзбек, қырғыз, татар және басқа түрік ұлттарының ұлттық бостандық үшін күрескен қайраткер. Мұстафа Шоқай 1890 жылы 25 желтоқсанда Сырдария губерниясы Ақмешіт уезі Наршоқа ауылында туған. Руы Қыпшақ, ауыл молдасынан арабша хат таныған. 1902 жылы Ташкентте ерлер гимназиясын бітірген. 1910-1912 жылдары Санкт-Петербург императорлық университетінің заң факультетін алтын белгімен бітіріп, Ресейде демократиялық қозғалыстарға қатысқан. 1916 жылы мемлекеттік думаға қатысып, түрік елдерін қорғаған. 1917 жылы Түркістан тәуелсіз мемлекетін құруға жанталасқан. Алаш партиясын құруға, оның съезін өткізуге қыруар жұмыс жасады. 1918 жылы қаңтарда Түркістан автономиясын құрды. Қызыл әскер Түркістан автономиясын талқандайды. Қоқанда автономия құрғанда Қызыл әскерге Мұстафа Шоқайды өлтіруге жіберген. 1921-1941 жылдары Түркия, Стамбул, Франция, Париж қаласында тұрып, Жас Түркістан әлемдік газетін шығарып тұрады. Онда қазақ еліне көрсеткен кеңес өкіметінің озбырлығына жазып тұрған.